Сонымен, бүгін айтулы күн, Паскаль. Бұл жолы бұғып қалмаспын. Апамнан рұқсат сұрайым. Рапунцель, бұрымыңды таста. Байқап көрейік. Білем. Жасырын, әйтпесе ол сені көріп қояды. Рапунцель, сені күте-күте қартаятын болдым ғой. Қазір, апатай. Қош келдіңіз, апатай. Рапунцель, алтыным менің. Құдайдың құтты күні мені шашымен көтеріп аласың. Саған ауыр шығар, я қызым. Ештең етпейді. Енді шенеге күттіріп қоясың. Қалжыңдағаным ғой. Жарайды. Тыңдаңыз, апа. Ертең ерекше күн екенін білесіз ғой. Рапунцель, көріп тұрсың ба? Өңі бал бұлжанған қас сұлудың дәл өзі емес пе? Ол сенің жаныңда тұр. Әзілдегенім ғой. Ренжіме қызым, көңілің алмай-ақ қой. Жарайды. Менің айтайын дегенім, ертең менің... Рапунцель күнім, апаң қатты шаршап тұр. Алдымен ән салып берші маған. Әңгіме кейін. Әлбетте, апатай. Нұршашқан сәуле, түнекте жолда бар, аңсаған өзің тілегім менің. Жараны емде, шуақ шаш өмірге аңсаған өзің тілегім менің. Рапунцель! Апа, жаңа айттым ғой, ертең айтулы күн. Ал сіз ешқандай жауап берген жоқсыз. Ертең менің туған күнім. Тадам! Жоқ, қоя тұр. Ұмытпасам, туған күнің тура 1 жыл бұрын болды ғой. Туған күнің ерекшелігі де сонда. Ол жыл сайын болып тұрады. Апа, жасым 18-ге толады. Менің айтайын дегенім, туған күнімде не қалайтынымды айтсам, расымды айтсам, менің бұл жолы қалайтыным... Жа, Рапунцель, осыныңды қашан қоясың? Бұндайыңды жақтырмайтынымды білесің ғой. Ла, басымды қатырмаш. Қалжыңдайым, сен сондай сүйкімдісің, сені жақсы көрем, алтыным. Аспандағы шоқтарды көргім келеді. Не? Аспанға ұшатын шоқтарды көруге ертіп барсаңыз деп едім, апа. Жұлдыздарды айтасың ба? Жоқ, жұлдыздарды емес. Жұлдыздарды күнде көрем, суретінде салғанмын, олар орнынан қозғалмайды. Ал мына шоқтар болса, жыл сайын менің туған күнімде жағылады, апа, тек менің туған күнімде. Неге екенін білмеймін, бірақ олар арнайы мен үшін жарқырайтын сияқты. Шоқтарды көргім келеді, апа, терезеден емес, жақыннан көрсем деймін, олардың қайдан ұшып шығатынын білгім келеді. Мұнарадан шыққың келе ме? Рапунцель. Гүлім-ау, бос арманға егілудің қажеті жоқ. Басыңды қатерге тігіп қайтесің сен. Қанша жыл мұнарада тұрамыз. Білем, бірақ... Менімен бірге қауіп төнбейді. Білгемін осы күннің келерін. Балапан бостандықты аңсайды. Алайда күту керек, түсіну керек. Апаң білер. Апаң білер, апаңды тыңда, адамдардың бәрі қатал. Апаң білер, сен алдап қайтемін, басың қалар бәлеге. Қаңғыбас, қарақшы, немесе қанышер, қауіпті түрлі ауру бар, құрттар мен жыландар, кісі жегіш бала да жоқ, бойымды үрей билейді. Апаң осында, әрқашан қасыңда бірге болсаң, апаңмен. Ұмыт қауіпті тыңда мені, Апаң білер, мен сенің досыңмын, жалғыз өзің ол жақта. Азапқа түсесің, өзіңді аясаңшы, тыңдасаңшы сөзімді. Ғажапсың ғой өзің, ақымағым менің, өзің неткен аңғалсың.
Байқап қараймын, бой жетіп қалғансың. Тек бақыт тілеймін саған. Анаң түсінет, анаң еркелетет, мені мен қауіптің Рапунцель? Я? Бұдан бұлай мұнарадан шығам дегеніңді естімейін. Жарайды, апа. Мен сені жақсы көрем, алтыным. Мен де сізді жақсы көрем. Мен сені қаттырақ. Қарсы келме, тыңда мені. Апаң білер. Сау бол, көп ұзамай қайтып келем, алтыным. Мен осында болам.